Сәлеметсіңдер ме оқушылар? 4-ші сабақтың тақырыбы сурет саламын. Сабақтың мақсаты мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздерді сөз тіркесі бойынша мазмұнын болжау. Жаңа сөздер: кімнің, чей, сурет, рисунок, сурет саламын, рисую, қағаз, бумага. Жаңа тақырып бойынша өткен жаңа сөздерді сөздікке жазып алыңдар. Оқылым тапсырмасы. Бірінші тапсырма 13-ші бет. Мәтінді оқы. Бұл қағаз. Қағаз ақ. Менің қарындаштарым бар. Мен әжемнің суретін саламын. Сен әкеңнің суретін саласың. Ол атасының суретін салады. Оқылым тапсырмасына байланысты дескриптор кестесіне назар аударайық. Мәтінді мұқият оқиды 3 балл. Мәтінді оқу барысында орфоэпиялық нормаларды сақтайды 2 балл. Жазылым тапсырмасы 3-ші тапсырма 13-ші бет. Сөйлемдерді толықтырып жаз. Мен сурет сала, сен сурет сала, ол сурет сала. Көп нүктенің орнына керекті жалғауды жалғап жазамыз. Жазылым тапсырмасына байланысты дескриптор кестесі. Сөйлемдерді толықтырып жазады 3 балл. Орфографиялық нормаларды сақтап жазады 1 балл. Сөйлемдерді қатесіз жазады 1 балл. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар оқушылар.